Енді не істесе болады екен? Қайтсем екен? Бағдат. Досым, Бағдат. Сөйлеші маған. Бағдат, өтінем. Бағдат. Әнші, бұдан екен бол. Бағдат. Бейшара баланы құда қорлаған екен ғой. Бәсе, жиын той. Сауық сарана неге алақта береді десем, өзің жүріс-тұрысы да бір түрлі. Көңілсіз әр болсаң, жасқан шақтап қауіптеніп жүрген осы екен ғой, бейшара бала. Соншама жыл бірге тұрып, осындай сырқатын бәлкем білмеп, қандай сұмдық еді. Бұл аса қиын науқас. Мен мұндай сырқаты бар адам кездестіргем. Я, өте қиын. Апырай, өзі ұзақ жатыпты ғой. Жедел жәрдем шақырсам ба екен? Қайдағы жедел жәрдем? Доктор, шақыртпай қой. Ұйықтап тұрсын. Тұрса, шөлдеді емес пе? Мен барып шай қояйын. Бағдар. Бар. Басым арадай бар. Жата тұршы, кішкене бол. Тұрайыншы. Тұрғызшы мені. Өтінем, жат. Жоқ, тұрғызшы. Бар жақсы. Шығылып қалдың бай бар. Сенен бөлек біреу болып еді. Апай, Сәлім апайда жоқ еді? Жоқ, сені жатқызғаннан кейін шақыртты. Айттың ба? Білме? Иә, керек айтқансың. Енді бүкіл халықты алып десеңші. Ал, Бану ше? Бану біледі ме? Адам баласын айтпауға анттасып ек. Қандай алданыс десеңші. Осыдан 2 жыл бұрын маңдайымда жарақаттап келгенің есінде ме? Соның ертесіне профессор шақырып алды. Байқа Бағдат, мас болып қалыпсың ғой дегенде. Кірерге жетесіп болмады. Ішкен деп ойлаған ғой. Енді мына басымен қалай барам, Айбар? Ректорат диплом қорғауға рұқсат берді. Оған да 2 күн қалды. Профессор тағы да күдіктенетін болды, Айбар. Сәлематсыз ба, апай? Есенсіз бе? Денсаулығың сақ болсын, жан. Жақсы. Таныс қойыңыздар. Бұл Айша 2 күнде пеженіз жүреді. Ал бұл менің нағашы апайым. Көрілетінді. Сендер, менің осы үйде тұратын әлгі квартирантарын айтам. Бағдатты танушы ма едіңдер? Ай, әлгі консерватория бітірген жігіт пе, апай? Иә, біледі екенсің ғой. Білемін, апай, білемін. Ал, Бану кеп тұрады ма? Келеді бейшарағыз. Кеп тұрады. Бану бақытты, апай. Екеуінің арасында нағыз махаббат бар. Екеуі бірін-бірі шынайы сүйеді. Ай, осы Бағдаттың бір жаман науқасы бар екен ғой. Кеше ғана келбет, бетін жарақаттап алыпты. Страшно. Мәс саған. Соңғы уақытта Бануттың өзгеріп кетті. Ата-анасын айтып жылай береді. Сірә толған азал. Ал сен өзің Банумен бірге оқисың ба? Иә, бірге оқимыз. Құдайым-ау, қорғасаңдаршы бейшара қызды. Екеуін бір-біріне теліп, итермелеп жүрген мына Айбар дейтін зұлым бала менің білсімше. Өз ертерек жоғалса болар еді, шелек дейме, кенек дейме бір ауданға жолдама берді деп келбет, осында не тындырып жүрген әлі айналсоқтап шыға алмай жүр. Тезірек жоғалса да болар еді өзі. Шелек болса, менің ауылыма барады екен ғой, ақын жігіт. Оны да білесің бе? Білемін, апай, білемін.
Екі ғашықтың арасында жүрген жырау сол емес пе? Осы ғашық. Махаббат деген не ол? Ол не өзі? Махаббат деген апай мен үшін ең бірінші. Ол диплом, жайлы жұмыс, одан соң семья. Жақсыға жайық әрине, бала. Өмірде бұдан артық махаббатты қаламаймын. Тентегім ау, аумаған жездем марқұм. Ал мен Асан, махаббат дегеннің не екенін әлі көргенім де, сезгенім де жоқ. Бірақ оның бар екеніне шүбәланбаймын. Ой, извини, Асанчик, менің уақытым бітіп қалыпты. Апай, айбете көрмеңіз, бізде бір жиын бар еді. Бара ғой. Айтса да, әке-шешең бар ма? Олар қайда істейді? Бар, апай, бар. Папам шеректер, исполком председателі, мамам врач. Сау бол, Асанчик. О, жақсы. Подумаешь, Челикский райисполком. Мына көбелегіңді екінші рет көзіме көрсетпей, Асанжан. Бұның бір затын өз сенің бір ақ зарплатаны жояды. Подумаешь, Челикский райисполком. Сізге бұл қызы жақпады ғой, апай. Ой, қызыңмен қырылып қал. Ақылың кіретін уақыт болды емес пе? Көзіңе неге қарамайсың? Айша ұнайды, апай. Үйленем Айшаға. Үйленем. Үйлену қашпайды. Құдайым-ау, жүнін жуған тауықтай, мынауыңды ертең ауылға тырып етіп апарғанда, жұрт көйлегін түріп күлмей ме? Басыңа бір қиыншылық түсінші, жаңақ бәлек сенен жаңақтап қашпаса, мұрнымды кесіп берейін. Осы қыз біткенді мұрын орамалындай ауыстырғанда, айдыныңның бағуға келгенде не ақ мұсы құрып қалады? Қандай биязы, қандай жұмсақ сүйкімді қыз. Мінезін айтсаңшы, алашықты аттамайды өзі, аттамайды. Сіз не білесіз, апай? Бануға сөз айту маған соншама оңай емес. Оның алдына барсам болды. Ананы мынаны айтып ойынан шатастырады да қояды. Үйленем болды Айшаға. Үйленем. Сен Бануға шындап кіріспей жүрсің. Ашты неге айтпайсың? Міне, оқуларың да аяқталды. Енді кешсең, сен мәңгілікке араласың. Бағдат ше, Бағдатты қайда қоясыз? Ол Бағдатты жанында жақсы көреді. Бану тым нәзік жаны бұйығы қыз. Онда Бағдатқа деген тек қана аяныш қана бар. Аяныш. Оның Бағдатқа деген махаббат немене әлгі? Тауықтың, теректің басына сауысқан сияқты. По деп шошсаң, қазір-ақ шығып кетеді. Екеуінің арасында нағыз махаббат жоқ. Сонымен не істе дейсіз енді? Не істе деймін? Ұста! Жармас Банудың етегінен деймін. Ойлан, Асанжан, әлгі көбелейінен құтыл.